Ол x.kz хабарландыру тақтасына қалай тіркелеміз? Ол үшін сіз өз компьютеріңіздегі браузерлердің бірін ашасыз. Ары қарай ол x.kz сайтына кіреміз. Мой профильге басамыз. Регистрацияға басамыз. Енді қараңыз, сіз ол x.kz сайтына тіркелу үшін электронный почтаңыз болу керек. Соны осында тересіз. Егер сізде электронный почта болмаса, оны қалай ашу керек екенін алдыңғы сабақта көрсеткенмін. Сол сабаққа сілтемені осы видеоның описаниясында қалдырып кетемін. Ал енді жалғастырайық. Электронный почтаңызды тересіз. Мұнда өзіңізге жаңа пароль ойлап табасыз. Галочка қоясыз. Регистрацияға басасыз. Енді осы olx.kz сайтындағы аккаунтыңызды активировать ету үшін электронный почтаңызды тексересіз. Ол үшін проверить email дейсіз. Жаңа хаттарды ашасыз. Мінекей olx.kz сайтынан хат келіп тұр. Соны ашып көреміз. Міне көк жазумен активируйте учетный запись деп тұр. Соған басамыз. Мінекей сіздің olx.kz сайтындағы аккаунтыңыз дайын.